Қызылорда қаласы Шаңқай микрорайонынан біз 8 бөлмелі коттедж үй көргеліміз. Көргелі тұрмыз, ойбай не айтып жатырмын. Толық облицовкадан салынған, жанында еще тағы да үй бар. Енді кеттік ауласымен танысайық. Енді үйдің ішкі ремонты өте тамаша, қазір оны көресіздер. Соңына дейін видеоны көруге ұсыныс айтамын. Толық облицовкамен салынған. Так, кеттік. Түсініктірек болу үшін коттедж үйіміздің жалғасы, мына жерде кухня бар, ішінен көреміз. Гараж нақта, арғы бөлігінде көше бар, сонымен кіресіздер. Кіреберіс аймағы. Алғашқы кіреберіс аймағын көрдіңіз бе? Бөлек мынандай аяқ киім шешуге арналған зона. Дәу үлкен бөлме. Жуыну аймағы бар. Көрдіңіз бе? Бөлек доступ. Яғни басқа бөлмелермен араласып атқан жоқ деген сияқты. Мынау бізде ас бөлменің көрінісі. Видеокамера и летний кухня бар тағы. Яғни ас бөлмеде екеу, біреуі күні. Кәдімгі ас бөлме и летний кухня. Так, кеттік ары қарай. Бірінші қабаттағы холлдың көрінісі. Әдемі. Екінші қабатқа қарай көтерілетін баспалдақ. Жатын бөлмесі. И былай қарай бізде залдың көрінісі. Тамаша ремонт, енді екінші қабатпен танысайық. Екінші қабатқа қарай көтерілетін аймақты қараса кең екен, кәдімгі, прям просторный екен. Екінші қабатта ортада сізді ең бірінші қарсы алатыны үлкен дөу холл. Қараңызшы, екі люстра бар, әдемі матовый натяжный потолок, едені толығымен ламинатталған. Енді кең енді мына холл. Осы холлдан 4 жатын бөлмеге өте аламыз. Ең бірінші оң жағымызда мына үлкен көлемді жатын бөлмені көріп жіберейік. Ар жағын несін көрдің ба? Қабырғасын жап-жасыл әдемі. Күшті цветенді пердемен сәйкестендіріп қойған екен. Екі терезе бар. Кең жатын бөлме. Келесі жатын бөлмелермен танысайық. Так, екінші кең жатын бөлмеміз. Қабырғада обойы ашық, әдемі түсті екен. Так, үшінші жатын бөлмеміз. И төртінші жатын бөлме. Тамаша вариант, хабарласыңыз.